осы система болған екенін тертеуге әрқашан адал еңбекті істермен жеңіске қуатымыз келеді. Енді жалпы осы Алаш Прайд тарихы 15 жыл өтті. Қалай спортшыларға мүмкіншілік беріп, Дамир ағамыз қалай спортшыларды өсірді, ел асырды. Қайтып алып келіп жатыр осы еңбек чемпиондарын. Мінекей осы Алаш Прайдты осы қолы болған алашымызға спорттан кеткенде қалай? Енді үлкен спортқа қайтып келмеген болатын болса, 3 жылдың ішіндегі осындай күрестен қайтып қайтып алып келіп жатыр. Бірден бір соның бірі, UFC чемпионы 10 жыл тұрмаған, 4 жылдан шықты деген. 61 килограммдан екеуміз 65-70 килограммдан құдай қаласа бір. Егер UFC тұжырымы Қазақстанға келіп жатса, сөйлеген көмегіміз келіп жатыр. Рахмет. Спасибо.